Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Меруерт. Бүгін өте дәмді, жұмсақ, бір шайда желініп кететін пирог дайындайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады, құрамы қол жетімді. Бізге керекті 3 дана жұмыртқа. Жұмыртқамызды таза, құрғақ ыдысымызға салып, блендердің көмегімен 2-3 масса етеміз. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Өз достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Массамыздың үстіне 50-70 граммдай қантымызды сала отырып, араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сармайымызды да саламыз. Ұнымыздың үстіне қопшытқышымызды салып араластырып, осы массамыздың үстіне біртіндеп сала отырып, блендерлеп алатын боламыз. Менде пирогым 2 қабаттан тұрады. Осы жасап көрсетіп отқан бірінші қабаты, одан кейін дәл осы рецептпен екінші қабатын жасайтын боламын. Дайын болған массамызды ыдысымызға салып, пешке 180 градуста 35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Сіздер де жасап, жанұяңызды қуантып қойыңыз. Алдағы уақытта жақсы рецепт түрлерімен бөлісетін боламын. Ыдысымыздың астына міндетті түрде сармай жағып жіберіңіз, өйткені асты жабыспайтын, алынуына оңай болады. Міне, менің бірінші қабатты пирогым дайын болды. Екінші қабатын жасап пісіріп алатын боламын. Ортасына мен қалған пирогтың қалдығын езіп, клубника түрі сгущенкамен араластырып, ортасына салмасын жасадым. Өте дәмді шықты, бір шайда желініп кетті, жанұяма қатты ұнады. Қымбат сливкидің ешқандай қажеті жоқ, осылай жасап көріңіздер, өте дәмді шығатын болады. Егер жасаған болсаңыз, маған кері байланыс жасауды ұмытпаңыз. Пісіріп алған пирогымыздың үстіне сахарный пудрамызды сеуіп, дастарханға ұсынатын боламыз. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Өте дәмді болып шықты, ас болсын.